Баршаңызға сәлем. Менің Дауыр Кинг арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде азаматтық дрондар және олардың жүктелуі туралы бейне бар. Менің ойымша, жүктеу кезінде ең жақсы стратегия жүктеуді екі түсінікті деңгейге бөлу. Бірінші аэродинамикалық құрылымы бойынша, екінші салмағы мақсаты бойынша. Аэродинамикалық құрылымы бойынша бұл экранда ең көрнекті контрасты береді, ал салмағы мақсаты бойынша бұл заңдарды, лицензияларды және нақты пайдалылықты түсіндіреді. Ары қарай өтейік. Құрылымы мен ұшу қағидаты дрондар бойынша жүктелуі. Бұл бейне қатар үшін негізгі әрі ең көрнекі жүктеу. Дронның қалай ұшатыны, қанша энергия жұмсайтыны және қандай тапсырмаларды орындайтыны корпусына байланысты. Құрылымы мен ұшу қағидаты бойынша дрондар мультироторлы коптерлер, ұшақ тәрізді қанатты гибридті дрондар, бір роторлы ұшқышсыз аппараттар болып бөлінеді. Ал енді мультироторлы дрондардан бастайық. Олар ең танымал және оңай танылатын класс. Олар квадрокоптерлер, гексакоптер, октокоптерлер мен және тағы басқа. Тұрақты қадамды бірнеше винт арқылы ұшады. Басты артықшылығы: бір нүктеде қозғалмай тұралу қабілеті және жоғары маневрлік. Басты кемшілігі: төмен энергия тиімділігі. Винттер аппараттың бүкіл салмағын ауада үздіксіз ұстап тұруы керек. Сондықтан орташа ұшу уақыты 25-45 минутпен шектеледі. Қолданылу саласы: кино және бейне түсірілім, ғимараттар мен көпірлерді тексеру, күзет, ойын-сауық. Ең танымал модельдер DJI Mavic 3 және Mavic сериясы. Hasselblad камерасы және 46 минутке дейін ұшу уақыты бар тұтынушылық және жартылай кәсіби сегментінің абсолютті эталоны. Тағы оның конкуренті Autel Robotics EVO 2 Pro, әлемдік нарықтағы DJI-дің басты бәсекелесі. Тамаша оптикасы және қатаң бағдарламалық геоаймақтардың no-fly zones болмауына байланысты мамандар арасында танымал. Енді келесіге өтейік. Ұшақ тәрізді дрондар, қанатты, немесе fixed wing. Құрылымы жағынан классикалық ұшақтарды немесе ұшатын қанаттарды еске түсіреді. Көтеру күші алға қозғалу кезінде қанат аэродинамикасы есебінен жасалады, ал мотор тек аппаратты алға итереді. Басты артықшылығы: орасан зор энергия тиімділігі. Ауада 1,5-нан 3-4 сағатқа дейін бола алады және бір ұшуда оңдаған немесе жүздеген шақырымды ұша алады. Басты кемшілігі: орнында қалқып тұра алмайды. Ұшу үшін катапульта немесе қолмен лақтыру қажет, ал қонуға парашют немесе тегіс алаң, глиссада керек. Қолданылу саласы: үлкен аумақтарды әуеден түсіру, картография, геодезия, созылыңқы нысандарды, мысалы газ құбырлар, орман мониторингілеу. Ең танымал модельдер Egg Eagle, бұрынғы SenseFly. Жеңіл көбікті полимерден жасалған аңызға айналған кәсіби картограф дрон. Бір ұшуда жүздеген гектарды жоғары геодезиялық дәлдікпен түсіре алады. Тағы Quantum Systems Trinity F90+, үлкен алаңдарды түсіруге арналған, әлемдегі ең сұранысқа ие өнеркәсіптік картографиялық аппараттардың бірі. Енді келесіне өтейік. Гибридті дрондар VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Коптерлер мен ұшақтардың артықшылықтарын біріктірген аппараттар. Көтергіш винттердің көмегімен тік ұшып, тік қонады. Ал биіктікке көтерілгеннен кейін қанаттың көтеру күші мен жүрдек қозғалғышты пайдаланып, көлденең ұшуға көшеді. Басты артықшылығы: қону жолақтары мен катапульталарды қажет етпейді. Сонымен қатар жылдам әрі алысқа ұша алады. Басты кемшілігі: күрделі аэродинамика және көлденең ұшу кезінде жұмыс істемейтін винттердің қосымша артық салмағы. Қолданылу саласы: жүктерді шұғыл жеткізу, дәрі-дәрмек, қан, пошта, қиын қолжетім жерлерде, тауарлар, тайға, теңіз платформалары, алыс мониторинг.
Ең танымал модельдер Zipline Platform 1, Platform 2. Әлемдегі ең табысты логистикалық дрон. Компания Африкада, ақш пен Жапонияда қонусыз дәл парашюттар мен қан мен вакциналарды миллиондаған коммерциялық жеткізулер жасады. Wingcopter 198 роторларды бұру технологиясы Tilt Rotor патенттелген неміс курьерлік ұшқышсыз аппараты. Бір мезгілде 2 сәлемдемеге дейін 75 километрге дейін қашықтықта тасымалдай алады. Енді соңғысын көрейік. Бір роторлы тікұшақтар, ұшқышсыз аппараттар. Айналдыру моментін теңгеру үшін бір үлкен көтергіш винті мен құйрық роторы бар, немесе коаксиалды схемалы. Толыққанды ұшқышсыз тікұшақтар. Басты артықшылығы көтергіш винттің үлкен диаметрі ауыр жүктерді көтеру кезінде ең жоғары КПД береді. Бензинмен жұмыс істей алады, жанармай. Басты кемшілігі құрылымның жоғары күрделілігі, қызмет көрсетудің қымбаттығы және массивті қалақшаларға байланысты құлаған кездегі қауіптілік. Қолдану саласы тауарлар мен күрделі бедерлерде дәл егіншілік, ауыр жабдықпен лазерлік сканерлеу, лидар, жүктерді кемелерге жеткізу. Ең танымал модельдер Yamaha Air Max немесе Phaser. Азаматтық ұшқышсыз аппараттардың тарихы пионері. Бұл тікұшақтар 1990 жылдардан бері Жапонияда тік беткейлердегі күріш алқаптарын бүркеу үшін жаппай қолданылады. Тағы, мысалы, Shibel Camcopter S100 теңіз навигациясында, іздеу құтқару операцияларында және ғылыми мониторингте кеңінен қолданылатын қуатты австриялық ұшқышсыз тікұшақ. Енді салмағы мен реттеуші нормалар бойынша жіктелуі. Авиациялық билік органдары ақштағы FAA, Еуропадағы EASA, ТМД елдеріндегі ережелер дрондарды дәл салмағы бойынша заңды санаттарға бөледі. Ультра жеңіл. Ол микродрондар 249 граммға дейін. Бұл санаттың басты ерекшелігі әлемнің көптеген елдерінде салмағы 250 грамм дейін болса, тіркеуді талап етпейді және ұшқыш лицензиясына емтихан тапсыруды талап етпейді. Танымал моделі мысалы DJI Mini 4 Pro. Блогерлер мен саяхатшылар арасындағы абсолютті хит. Келесі жеңіл және орташа 250 граммнан 25 килограммға дейін. Коммерциялық және түсірілім дрондарының негізгі жұмыс тобы. Міндетті тіркеуді онлайн тест тапсыруды немесе сыртқы ұшқыш сертификатын алуды талап етеді. Бұлардың танымал модельдері DJI Inspire 3 Голливуд киносының 8К форматында түсіретін кәсіби кинематографиялық дрон, немесе Matrix 350 RTK. Құтқарушылар мен инженерлерге арналған өнеркәсіптік стандарт. Ал енді ауыр өнеркәсіптік 25 килограммнан асатын нағыз әуе жүк көліктері мен тракторлары. Мұндай аппараттармен ұшу елеулі авиациялық операцияларға теңеледі және ұшу жоспарын алдын ала келісуді талап етеді. Танымал модель мысалы мына суретте DJI Agras T50 винттерінің ұзындығы шамамен 3 метрге жететін 40 килограммдық суықтық немесе 50 килограмм құрғақ тыңайтқыш тасымалдай алатын ауыл шаруашылық алыбы. Ал енді қарастырайық заңдағы маңызды шекаралар. 249 грамм еркін ұшу блогерлер, ал ауыр авиацияның шегі 25 килограммнан басталады. Неге салмақ соншалықты маңызды? Өйткені құлаған кездегі әлеуетті зиянның дәрежесін дәл салмақ анықтайды. Сондықтан әлемнің авиациялық билігі осы екі негізгі санға сүйеніп бюрократиялық кедергілер орнатады. Енді бұл видеоның басты қорытынды дронның құрылымын түсіну оның қалай ұшатынын түсіндіреді, ал салмағын түсіну үшін оны ұшыруға құқыңыз бар жоғын білдіреді. Осымен бітті бүгінгі видео. Көргеніңізге рахмет. Пікірлерде қандай дронды таңдайтыныңызды жазыңыз.